Ақмақ бала. Баяғыда бір әйел өмір сүрген екен. Оның сондай ақмақ, есерсоқ, басқа балаларына ұқсамайтын ұлы болыпты. Бірде анасы оны базардан ине сатып әкелуге жіберіпті. Ол инені сатып алады. Үйіне қайтып келе жатқан жолда қолында кебегі бар бір танысына жолығады. «Инені қайда қойсам болады?» деп сұрайды одан. «Инеңді менің себетіме сал», дейді танысы. Бала инені кебек толы себетке салады да, үйіне келген соң инесін іздеп таба алмай қалады. Сөйтіп, үйіне құр алақан қайтады. Анасы «Ине қайда?» деп сұрайды. «Инені ішінде кебегі бар бір себетке салып едім. Артынан таба алмай қалдым». «Қандай аңқаусың?» дейді анасы. «Инені көйлегіңнің жеңіне түйреп қоюың керек еді ғой. Сонда оны жоғалтпайтын едің». Анасы екінші жолы май әкелуге ұлын тағы да жібереді. «Бар да тез орал». Бала майды сатып алады да, анасы айтқандай оны көйлегінің жеңіне тығып үйіне қайтады. Әлгі майы үйіне жеткенше еріп, жолда ағып кетеді. Сөйтіп, үйіне болар-болмас қана май әкеледі. «Май қайда?» деп сұрайды анасы. «Майды құмыраға салу керек еді ғой. Сонда ол түгел сақталып төгілмейтін еді. Ендігі кәрі бұлай істеуші болма», деп ұрсады. Арада бірнеше күн өткеннен кейін әйел ұлын көрші үйдің күшігін алып келуге жібереді. Бала күшікті алып құмыраға салады да, қақпағын мықтап жабады. Үйіне келген соң анасы «Күшігің қайда?» деп сұрайды. Күшік құмыраның ішінде. Анасы жалма-жан «Тез аш, тез!» шошып кетеді. Құмыраның қақпағын ашып тұншыққан күшікті көреді. «Сен не деген ақымақсың? Жіпті мойнына байлап, күшігім күшігім деуің керек еді ғой», деп анасы байбалам салады. Келесіде баланы тағы да ет әкелуге жұмсайды. Етті сатып алған соң, оны жіпке байлап, «Күшігім күшігім» деп сүйретіп жүреді. Баланың соңынан еттің иісіне барлық иттер жүгіріп келіп, әлгі етті бәрі жеп қояды. Бала тек қу сүйектің өзін сүйреп әкеледі. Алдынан шыққан анасы «Етің қайда?» дейді. «Міне, өзің нағыз миғұласың», деп анасы байбалам салады. «Ет деп тұрғаның не? Қу сүйек қой. Енді өзің мені осылай үйреттің ғой», дейді ұлы мұңайып. «Бұдан былай сені ешқашан жұмсамаспын», деп анасы қатты қапаланған екен.